Қалайсыңдар достар? Кореяға келгеніме уже жарты жыл уақыт өтіп кетіпті. Біраз өтті ғой жүрген. Бүгінгі видеода 6 айда не өзгерді, қандай нәрселер болып жатқанын бүгінгі видеода айтатын боламын. Бүгінгі видео негізі көбінесе менің жолымның қатты болып кеткеніне рахмет айту деп көрсеңіздер болады. Басқа сұрақтарыңыз болса, алдағы видеоларды көріп, сол жақтан өздеріңізге керектіні біліп алсаңыздар болады. Аса қатты ештеңе өзгерген жоқ деп айтсам да болады. Естеріңізге сала кетейін, қалай келемін, қалай бардың, болмаса жұмыс бар ма, басқа да сұрақтарыңызға өткен видеоларда жауап берген болатынмын. Сол видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Бүгінгі видео бағана айтып өткендей, менің осы жақта жүргеніме көмектескен, көмегін тигізген кісілерге рахмет деп қабылдасаңыздар болады. Оның арасында сол ақпараттарды айтатын боламын. Жалпы Кореяға келу неден басталды? Ол әрине қаржылық жағдайға байланысты. Кореяға келу маған бұйырды. Мен бұл жаққа целенаправленно келген жоқпын. Жол болған адамдардың бірден бірегейі мен шығармын деп ойлаймын. Себебі көбісі осы жақта армандайды, көбісі келуді армандайды, қалай өтсем екен деп талай ақпараттар іздейді. Ал мен олай істеген жоқпын. Мен жаңағыдай Корея туралы да анықтап, зерттеп, фанат етіп, ойбай, дорама, бір нәрсе, сір нәрсе деп. Мен онда еш нәрсе көрген емеспін. Мен просто жолым болып кеткен адамдардың бірімін. Я достар, бірінші алғысты ол мен өзімнің әйеліме жолдағым келеді. Себебі ол кісінің сенімінің арқасында осы жақта жүрмін деп айтсам болады. Я, себебі семьясыз, отбасыңсыз бұл жақта өмір өте қиын, әрі үйіңді сағынған сайын, видеомен сөйлескен сайын сағынышың әлде де басым болып тұрады. Егер де семьяңызды тастап, басқа сырт жаққа жұмысқа баруды ойлап жүрген болсаңыздар, біраз ойлану керек сияқты деп ойлаймын. Ол жеке менің көзқарасым. Әркімнің жағдайы әртүрлі болады. Сондықтан да сыртта жүрген кезде сізге, үйіңізде жүрген кезде сізге сырттағы адамдардың өмірлері қызық, тауып жатқан ақшалары қызық болуы мүмкін. Соның буымен сіз ойлауыңыз мүмкін, шетелде өмір керемет, не болса да шыдаймын деген сияқты. Бірақ менің жағдайымда қанша үйімді сағынғанмен де, уже келіп алғаннан кейін менде амал жоқ. Үйімді қатты сағынам, менің кішкентай балдарым бар, оларды да өте қатты сағынам. Өзімнің достарымды, өзімнің ортамды сағынам. Сол үшін семьяларыңыз болса, балдарыңыз мен сияқты жас кішкентай болса, келуді әбден, басқа сыртқа шығуды әбден ойланғандарыңыз дұрыс. Себебі кейбір адамдар сағынышын баса алмай, сағынып, жаңағыдай бекер келіппін деген ойға келіп қайтып кетуі әбден мүмкін. Я ары емес, я бері емес, сол екі ортада шығынға батып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан балаларыңыз кішкентай болса, әбден ойланғандарыңыз дұрыс. Менің жағдайымда менің өте жолым болып кеткен адаммын деп айтып отырмын бағанадан бері. Менің әйелімнің әке-шешесі, сол кісілер өте қатты көмектерін тигізіп отыр, қарайласып отыр. Ол кісілерге де үлкен алғыс. Ол кісілер болмаса, және әйелімнің шыдамдылығы болмаса, мен бүйтіп емін-еркін жүре алмас едім. Солай достар, әбден ойланыңыздар. Жас семья болсаңыздар, әбден ойланыңыздар. Екінші мәселеде мен өзімнің осында бірге келген ғазиз досыма рахметімді айтқым келеді. Себебі бұл жаққа келер алдында сіздер жалғыз өздеріңіз келсеңіздер, сіз әбден қиналып қалуларыңыз мүмкін. Себебі бұрын соңды ешқайда шығып көрмеген адамдар болсаңыздар, өте қиын. Қасыңызда серігіңіз болғаны өте дұрыс. Себебі бір бастан екі бас жақсы деген сияқты, сіздің басыңыз жетпеген жерде қасыңыздағы серігіңіздің басы жетеді, болмаса оның басы жетіп жатқан жерде сіз шешіп кетуіңіз мүмкін бір мәселелер деген сияқты. Сондықтан қастарыңызға бір адаммен келгендеріңіз өте дұрыс деп есептеймін. Себебі жалғыздың шаңы шықпайды. Бірге болсаңыздар да, әйтеуір қиналып қалсаңыздар да, сырласып әңгіме айтатын адамдарыңыз болғаны жақсы. Я, Кореяға келіп те достар табуға болады, әрине. Бізді қоршаған, біздің айналамыздағы осы жақтағы достарымды айта кетсем, біз Кореяға келген кезде, бірінші Янгу қаласында жұмыс істеген кезде, сол жақта бірнеше адамдармен таныстық, жақсы араластық.
соның арасында ерекше айта кететін адамдар ол бурят досым Володямен және өзіміздің қазақ бауырымыз Дастан деген жігітке үлкен алғысымды айтқым келеді. Себебі Янгудан Кёнжуға келген кезде біз Володямен Янгуда танысқан болатынбыз. Біз Кёнжуға келетін кезде Кёнжуда бізді сол Володямен Дастан күтіп алған болатын, біраз нәрсені көрсетті, біраз нәрсені түсіндірді. Олар енді біраз уақыт жүргеннен кейін бізге көптеген қол ұшын тигізді. Менің ойымша ондай адамдарды жолықтыру енді үлкен бақ деп ойлаймын. Сонымен қатар біз Кёнжуға барғанымыздың себебі, бірден бір себебі Ғазиз досымның жаңа айтып кеткен сол досымның арқасында Алмас деген ағамен таныстық. Мен таныстым жеке. Өте керемет кісі, бізді жұмыспен көмектесті, білмегенімізді айтып үйретіп, үлкен ағамыз десек те болады. Ақылын айтып, әңгімесін айтып, сырласып, бізді жақындартқан сол кісі болатын. Сол кісінің арқасында қазіргі жұмысымызды істеп жатқан жайымыз бар. Ол кісіге де үлкен алғыс. Білмегенімізді көрсетіп, үйретіп, керек жерінде керекті адамдармен сөйлесіп, көмегін тигізіп жатқанына үлкен алғысымды білдіремін. Я достар, сіздердің бастарыңызда мысалға көзді жұмып келе салған жағдайда бұл жағдайлардың бәрі болмай қалуы мүмкін. Соны ескергендеріңіз үшін тек қана жаңағыдай ақшаны ойламай, ойбай барсам байып кетемін, өмірім жақсарып кетеді деген ойдан бұрын сіз барған кездегі нәрсені ойлағандарыңыз үшін. Бұл жақта себебі жұмыс табылады. Не істесеңіз де, қай жақта жүрсеңіз де, қай қаласында жүрсеңіз де, әйтеуір бір қазақтар табылады, көмектеседі. Жұмыс табу жағынан проблема жоқ. Ең бастысы сізді қоршаған адамдар деп ойлаймын. Я достар, 6 айда не өзгеруі мүмкін, 6 айда ештеңе өзгермеуі мүмкін. Мен осыдан біраз уақыттар бұрын біреудің тиктоктан ба или инстаграмнан ба бір жазбасын естіп қалған едім. Кореяға келіп 1-2 жылсыз тұрақты табысқа шығамын деп ойламаңыздар деген. Сол әңгімесі негізі рас сияқты. 6 айда қандай қаражаттық қуанышқа бөлендім деп айтатын болсам, көп болса мен кредиттерімді реттеуге шамам жетті деп айтсам болады. Себебі бұл жақта да өмір сүресіз, сіз тапқан табысыңыздың 100% сіз үйге жібере алмайсыз. Бұл жақта бейімделуіңіз бар деген сияқты, соның өзіне қыруар қаражат жұмсалып отырады. Себебі сіз киім киесіз, тамақ ішесіз, заттарының бағалары деген сияқты өзінің кем-кетік жерлері бар. Сіз тұрақты жұмыс табам дегенше, сол жұмысқа тұрақталам, сіңісіп кетем дегенше сізде біраз қиындықтар болуы мүмкін қаржылай. Егер де сіз қарызбен келетін болсаңыз, ол тіпте қиын болады. Сондықтан 6 айда атап айтар қатты ойбай табысым ұлғайып кетті, байып жатырмын, шіріп жатырмын деген әңгіме жоқ. Сондықтан ондай иллюзиядан бара салып, бір жылда жаңағыдай тиктокта приколдар шығып жатады. Бір жылда 12 миллион, 2 жылда 24 миллион тауып елге қайтамын деген. Оның бәрі негізінде өтірік десем де болады. Себебі келе салып сізге өзімен өзі жатқан батпан құйрық жоқ қой бұл жақта. Келесі алғысты Александр деген ағамызға жолдағым келеді. Себебі Алмас аға бізді сол кісімен таныстырды. Сол кісінің арқасында қазір жақсы жұмыс істеп жатырмыз, жақсы условиямыз жақсы деген сияқты. Сол кісінің арқасында үйге де орналастық деген сияқты. Ол кісінің де көп деген пайдасы тиіп жатыр. Кәдімгідей ағамыз сияқты көмектесіп, жігіттер деп арқамыздан қағып қойып, өзінің көмегін тигізіп жатқан жайы бар. Сол кісінің арқасында қасымызда бірге жұмыс істейтін жігітпен, өзбек жігітпен танысып, сонымен бірге жаңағыдай жеке көлікпен жұмысқа қатынап жатқан жайымыз бар. Сондықтан ол кісінің үлкен үлесі бар. Коллективіміз қазір жақсы, ортамыз тіпті жақсы деп айтсам да болады. Ешқандай жамандығын көрген жоқпыз. Ойнап күліп, керемет атмосферада жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Енді сіздерге де дәл осындай нәрсені тілеймін. Осындай нәрсе болғанын қалаймын. Бірақ та көбісі сіздерге өтірік ақпарат беру мүмкін. Келсең жұмысқа орналастырамын, келсең көмектесем, үйтем деп. Бірақ та ондай адамдар, бізге жолыққан адамдар сізге жолықпай қалуы мүмкін. Өтініш, соны ескеріңіздер. Алдын ала ойланыңыздар келер алдын.
біздің басымызда болып біткен қуанышты жағдайлар ол сіздің басыңызда болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да мен осы видео түсіргеннің өзінде де менде де сондай болады екен ғой, сондай болып кетуі мүмкін деген сияқты көзқараста болмаңыздар. Бізде де барлық нәрсе чисто случайно болып жатыр. Ол енді тағым аталассың да бағым аталаспа дегендей, ол әркімнің өзінің жеке бағы бар деген сияқты. Иә, бұл видеода мәнді мағыналы ақпарат болмауы мүмкін. Ақпараттың бәрі өткен видеоларымда мен айтып кеттім. Сол аралықтан еш нәрсе өзгерген жоқ. Сол видеоларымды көріп шықсаңыздар болады. Аса қатты айтарлықтай еш нәрсе өзгеріп жатқан жоқ. Сол кезде айтылған әңгімелер сол күйінде тұра береді. Тағы да жақсы жаңалықтар болса, егерде тың ақпараттар болатын болса, мен міндетті түрде TikTokта, Instagramда бөлісетін боламын. Пока тишина, пока ешқандай жаңалық жоқ десем де болады. 6 айдағы өткен уақытта тіпті біз қала аралап, болмаса бір мерекелік шараларға барып, қыдырып та үлгерген жоқпыз. Біз әлі сол күйі, сол ақшаның соңында жүрміз деп айтсақ та болады. Қалай ақша табу, ақшаны бір ыңғайластыру деген сияқты басты мақсатымыз. Табыс табу болғаннан кейін бізде тіпті қыдыруымызға әзірге уақыт жоқ. Сондықтан да келер алдын сіздер дұрыстап қайталап айтып отқан шығармын мүмкін, дұрыстап ойланғандарыңыз дұрыс. Арнайы бір мақсатпен алдыңызға мақсат қойып, сол мақсатқа жетен деп келмесеңіздер, бұл жақта алдап арбайтын заттар өте көп. Себебі мемлекет өз алдына жақсы, керемет мемлекет, ешқандай шектеу жоқ деген сияқты. Қысқасы солай достар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, әлеуметтік желілерге тіркеліңіздер. Қызықты ақпараттар болса, қандай да бір ақпараттар керек болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Сонымен бүгінгі видеоны тәмамдаймыз. Тағы да қалып біткен мәселелер болса, қалғанын әлеуметтік парақшаларыма жүктейтін боламын. Сау саламатта болыңыздар. Келер алдын әбден ойланыңыздар.